Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Каналымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Алма және әртүрлі влогс каналы сіздерге қош келдің деп айтады. Сіздер қазір менің ас үйімдесіздер. Сіздерге мен бүгін өте пайдалы бір күшті лайфхакпен, информациямен бөлісейін деп жатырмын. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар аяғына дейін. Сіздерге тіпті историясында, тарихында айтып беремін. Неге ол пайдалы барлығын айтып беремін және де ең аяғында жалпы жаңағы рецептпен бөлісемін. Ол өте оңай, ол өте арзан. Сондықтан да тіпті ютубтан да көрсеңіздер болады сол туралы. Ең аяғында менікін көріп болған соң тіпті гуглдан да іздесеңіздер болады. Пожалуйста, барлық жерде менің айтқанымды сіздерге айтып береді. Мен жалпы бұл рецептпен осы бір жылдай болып қалған шығар. 8 айдан көп болды біліп жүргеніме және осыны қолданып жүргеніме. Және мен сіздерге айтайын, біздің отбасыға ол кәдімгідей көмектесіп жатыр. Сонымен, қандай рецепт деп айтсаңыздар, ол витамин С-ның тап-таза көзін сіздерге көрсетемін. Соны сіздер жасап ішіңіздер, бала шағаңызға беріңіздер, үлкен кісілерге беріңіздер. Солай витамин С-ның ең үлкен дозировкасын, ең таза дозировкасын өздеріңізге тұтынасыздар. Жалпы витамин С бізге неге керек? Бізде өзі ағзамызда коллаген деген нәрсе түзіледі. Мысалы біз ет жесек, ақуыз жесек, балық жесек, бізде сол жаңағындай сол ақуыздар қорытылып, бізде коллаген деген нәрсе түзіледі. Түзілу керек. Бірақ оның түзілуі үшін бізге витамин С керек. Түсінесіздер ме? Коллагеннің выработкасы жақсы болу үшін орысша айтқанда бізге витамин С керек. Сол витамин С біздің ағзамызда жетпесе, онда кезінде мысалы қараңыздар, теңізшілер болды ғой кезінде, пираты, сондай бір ғасырлар болды ғой теңізшілердің. Сол кезде ол теңізшілер не істеген? Айлар бойы теңізде, мұхитта жүріп, көкөністерді, жаңағы жеміс жидекті жемеген, айлап жемеген. Сосын не ойлайсыздар? Оларда витамин С жоқ, ал жеп отқан балығындағы коллаген ол түзілмейді. Содан ал коллаген деген ол осы тіндерді жабысып тұратын клей, түсінесіздер ме? Ол как клей ретінде, ол соединительная ткань дейді ғой, осылай бір-бірін, мынау тін мен мынау тін, мына ткань екеуін қосып тұратын клей, сол бізде коллаген. Сол түзілу үшін витамин С керек. Сол теңізшілерде витамин С-ның көзі болмағандықтан, онда тамақтарды жемегендіктен олардың қан тамырлары, мысалы қан тамырға мен өз басымнан айтылам, ол өте көрініп тұрады. Витамин С жетіспеген кезде, оны сосын айтып беремін. Соның жаңа теңізшілердің тістері түскен, қызыл ектері, аузындағы қызыл ектерінен қан прям қатты ағатын болған, тиіп кетсе ағатын болған. Жаңағы қалай ойлайсыздар, қан тамырлары витамин С жетіспеген кезде, олар да осылай тезірек осылай утончаются и сосын жарылады, короче. Қан тамырлары быт-шыт болады, и сосын адам тіпті өліп кетуі де мүмкін, Алла сақтасын. И содан жаңағы теңізшілердің сондай проблемасын білген соң, уже олар өздерімен бірге лимон, жаңағы кішкене жеміс жидектер, ұзаққа сақталатын сондай нәрселерді өзімен бірге алып жүрген соң, ондай проблема тіпті азайып жоқ болып кетті десе де болады. Ал біздің семьяда қандай проблема болды деп сұрасаңыздар, өйткені айтып тұрмын ғой, біз өз басымыздан өткіздік деп. Менің ұлым Мұхтар деген ұлым тіпті ешқандай да жеміс жидекті таза күйінде жемейді. Кішкентай туылған кезінен оған ешқандай да ондай, мысалы бір кішкене жұмсақ жеміс жидектер болады ғой, андай апельсин сияқты, мысалы қытырламайтын жеміс жидектер тіпті даже аузына да салмайтын, жылайтын, салатты тіпті жемейді, ешқандай огурцы, помидор, ешнәрсе ондайды жемейді, тек қана піскен күйінде, ал ояқта уже витамин С жоқ. Сондай көкөністер, жеміс жидектерді жемеген, тек банан жейді кішкене ғана, алма жейді кішкене ғана, сөйтіп қана жүрген. И содан 2025 жылдың жазында еще күнде бастан өтеді, жаңағындай баламның мұрнынан қанап кете береді. Блин, что это такое? Не болды деп интернетте мен оқыдым, неттім, түсіндім. Менің балам вообще көкөніс жемейді ғой. Оған витамин С беру керек екен ғой деп, мен жаңағындай аскорутин дегенді алып бердім. Олар барлығы жақсы, әрине, бірақ ол аскорбиновая кислота, ол жаңағындай табиғи зат емес та. И мен мысалы доктор Берг деген влогер бар, ютубтан көрсеңіздер болады, доктор Берг. Сол айтады, аскорбиновая кислотаны тіпті вообще жемей ақ қойыңыздар, ол жаман, ол синтетический дейді, да, синтетический, ол таза емес дейді. Ал менің балам енді табиғи затты витамин С-ін жемегендіктен тағы да ода дефицит болып жатқан сияқты өткені мұрнынан қан ағып кете береді. И содан мен не істедім? Осы шиповникті тауып алдым.
Иә, достар, мен сіздерге қазір шиповник, яғни ит мұрыннан сусынды жасап көрсетемін, ол өте оңай. Содан мен осы шиповникті айтып тұрмын ғой, 8 айдай болды ішіп жатқанымызға, Аллаға шүкір, бізде уже мұрнымыздың несі вообще кетіп қалды. Сондықтан да егер сіздерде кішкентай балаларыңыз осындай проблема болатын болса, или немесе сіздер қыс кезінде барлық көкөністер барлығы қымбаттайды, оған қатты пестицидпен өседі деп ондайды көп жемейміз, бірақ сол кезде осындай сусынды ішсеңіздер, сіздердің витамин С-ларыңыз всегда күнделікті нормада болып тұрады. Бұл сусынды көп ішудің де қажеті жоқ, өйткені ол нормамен бір осындай стаканды үлкен адам ішеді, и жарты стаканды кішкентай бала ішеді. Ол өте дәмді, ол қантсыз, ешқандай да қант, бал деген нәрсені қоспаймыз, о жоқ. Өйткені қант көп жеген адам, ол жалпы қанттың молекуласы витамин С-ның молекуласына қатты ұқсайды екен. Сондықтан да жаңағы біздің ағзамыз кейде қант ол тез ғой, шустрый, ал витамин С пока түзілем, пока келем дегенше қант оның орнына тез келіп алаттағын клетка соны тез жеп алады екен да, жаңағы нелері ұқсас қой жаңағы. Молекулалар ұқсас болған соң жаңағы молекулалар ұқсас да жаңағы. И содан қант тез кетіп қалады витамин С-ның орнына. Витамин С сол дұрыс жаңағы ағзаға келе алмайды екен. Сондықтан да егерде балаларыңыз, я мысалы қазір көріп жатырмын, барлық балалардың қолында тәтті нәрсе бар. Сол деген тәтті нәрсені көп жесе, онда витамин С ол балада аз деген. Сондықтан балаларыңызға ешқандай тәтті нәрсені, тіпті углеводты да азайтуға сіздерге кеңес беремін. Жарайды, ол басқа видеода. Ал қазір енді мен сіздерге барлық осы историямды айтып бердім, қалайша мен болған келдім, иә? Қызық па? Сол үшін маған лайк қойып қойыңыздар. Ал енді мен қазір сіздерге жалпы осы рецептпен таныстырамын. Сондықтан да менің мына жеріме келіңіздер, мына кухням. Камераны да сол жаққа қарай қаратамын. Ал жалпы достар, витамин жаңағы ит мұрынды, қалай жасау керек, соны мен сіздерге қазір көрсетейін. Мен мына жерде суымды қайнатып қойдым. Су менде 3,5 литр су, міне, мен үлкен кастрюльге қайнатып қойдым, және оны кішкене суыту керек. Түсінесіздер ме? Өйткені ит мұрын ол 90-95 градуста өте жақсы жаңа раскрываться етеді да, көп витамин С кетіп қалмайды. Если 100% қайнаған жаңағы 100 градустық енді қайнап қалған кипятокқа құйсаңыздар, мынаның жарты витамин С жоқ болып кетеді. Сондықтан да оны кішкене суыту керек. Қараңыздар, менде бу әлі шығып тұр, мен сіздерге пока сөйлегенше уже 10 минутым өтіп кетті. Маған GPT айтты, 10 минут суытсаң, ол 90-95 градусқа түседі деп. Сондықтан да міне 7 минуттай өтті сөйлегенімше, и 7 минут мына суымда тұрды. Мен оны осындай термоста жасаймын. Достар, қараңыздар, витамин С, ол темірді вообще ұнатпайды. Темір тисе болды, ол сразу жаңағы молекулярный структурасы сразу жоқ болып кетеді. Сондықтан да тіпті қараңыздар, мынау менде керамический нож, осы керамический ножпен турау керек. Бүкіл фрукттарды осымен турасаңыздар, сіздердің витамин С-ларыңыз өз қалпында қалады. А егер темір пышақпен турасаңыздар, онда ол бітті. Ол жақта витамин С жоқ деген сөз. Сондықтан да менің мынандай, қазір секунду, Мұхтар, жайрақ қойшы, өтінем. Жай қой. Сондықтан да менің мынау термосымның іші де көріп тұрсаңыздар, стекло бұл термос. Мықты термостар, если білмесеңіздер, оны қалай тексеруге болады? Базарға барасыздар дағына, құлақтарыңызды мына жерін алып келесіздер. Сондықтан да мынандай дауыс шығады. Гу деген. Сосын сіздің құлақтарыңыз тоже анандай бітеліп қалу керек. Сондай мықтысын алу керек та бұндайдың. Короче, бұл деген Каспилардың барлығында сатылады. Бағасы 5-ақ мың теңге. Мен бұны өзіміздің ауылдан сатып алдым. Короче говоря, темір емес, іші стекло термос. Бұл деген мықты ұстайды температураны. Және осы термостың ішіне менде мына жерде шиповнигім да дайын тұр, оны мен жуып қойдым. Ешқандай да судың ішінде сақтаудың қажеті жоқ ол шиповникті, Просто жуасыздар. Пока я вам просто объясняла, мен суға салып қой салғам ғой, тазаласын деп. Енді мен осы шиповникті аламын да, мынаған саламын. Көріп тұрсыздар ма?
шиповник қандай болу керек? Ну, итмұрын, иә, қазақшасы итмұрын. Базарға барасыздар, иә, итмұрынның осындай кептірілген түрі сатылады. Мына қарап тұрсаңыздар, білмеймін, светкасы қай жағынан түсіп тұрған. Бірақ мына итмұрындар қызыл. Кейбіреулері болады бордовый, сондай темный цветтер. Жақсылары, оказывается, осындай қызыл түрлері, ол типа свежий деген сөз екен, да, сондай свежий кептірілген. Сондықтан да, если сіздер базарларыңызда сондай бір талған болатын болса, иә, шиповниктің көп жерлерде сатылып, әртүрлі түсті болса, онда сіздер қызылдауын алғандарыңыз жақсы, кепкен қызылдауын. Міне достар, мен мысалы мына термосым 3,5 литрлік термос. Я? Мен соған деген енді бір кесе шиповникті жуып саламын. Міне менде бір кесе де міне, көріп тұрсыздар ма? Ал достар, мен шиповнигімді салдым. Енді мен осыған кипятогымды құямын қазір. Кипятокты құйғанда енді достар, мен шиповнигімді құйдым, до конца құйдым. Ішінде ауа қалып қалмау керек. Көрдіңіздер ма? И міне мынаны жабамыз, и мынаусын жаба саламыз. Осындай күйде бұл настой болып 8 сағаттай тұру керек, 6-8 сағат. Содан іше беруге болады. Сол достар, қалай болып шыққанын мен келесі видеомда көрсетемін. Менде блогтық канал, сондықтан да мен күнделікті, немесе бір күн сайын видео түсіремін. Не болғанын көргіңіз келсе, келесі видеода қарағыңыз келсе, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Пока-пока достар. Қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Және де менің каналыма жазылып қойыңыздар. Маған лайк топ қосаңыздар, тіпті керемет болады. Все, мен біттім. Түсіріп.